Қарағым, дұға көйім, қамқор анам, арнап хат жазайын деп алдым қалам. Сені онда, мені мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отыр балаң. Мал ұрлап, кісі өлтірген айыбы жоқ, өкімет өр зорлыққа не бар шараң. Үмітсіз шайтан болсын деген сөз бар, жолдар көп жанатқа да тарам-тарам. Оқ тиіп, он ішімде ой түсіріп, бітпеген жүрегімде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адам ісін етпей, ұялмай, не бетімен көрге барам. Көп айтпай, қысқасынан сездіретін, балаңның мінезі бар сөзге сараң. Кетердеп, суға құлап, отқа түсіп, қайғы жеп, менің үшін болма алаң. Отырман абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көз жетеді өлмесіме. Есіктің құлпы мықты күзетші көп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршаулы айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесіне. Қалайша мұны көріп көңіл сенбес, аттанып жау келсе де бермесіне. Қаламда лаухул махфуз ұмытқан ба, жазбапты бұл орынды көрмесі ме? Қаңбақпен салмағыңа тең бұл бір заман, ыла жоқ жел айдаса ермесіне. Тайпалған талай жорға талай тұлпар, тағдырдың кез болып тұр көрмесіне. Солардан жаным тәнім ардақ емес, орынсыз күйзелейін мен несіне?